Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін осы мастер-класста доп светильнигін жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге осында екі шаблон керек болады. Осыны алып, скрин жасап алыңыздар. Тура осындай размерде қиып жасайсыздар. Мына жерлерінің барлығы 3 сантиметрден, шетінің барлығы, және де мына бес бұрыштыныкі де шет жағы барлығы 3 сантиметрлік болады. Және де екіншісі 6 бұрыштық. Сосын бізге мынандай плафон керек болады, 15 сантиметрлік диаметрі, және де фоамиран 6 бұрыштық кесіп дайындап қойдым. Және де глиттерный фоамиран, яғни мынандай жылтырап тұратын фоамиранды кесіп дайындап қойдым. Бұдан 9 штук жасадым. Егер де тағы керек болса, қиып жабыстыруға болады. Осындай жіп керек болады. Бұл швейный магазиндерде сатылады, фурнитураларда. Осындай қара жіп алдым. Енді жабыстыруды бастаймыз. Осы плафонды алып, фоамиранды ең орта жағынан бастап жабыстырамыз. Мен фоамиранды таңдаған себебім, мысалы, бұл доп светильник балалардың бөлмесіне арналған светильник болады. Және де балалар бұнымен ойнауы да мүмкін. Сондықтан жерге құлап сөйтіп қалған жағдайда сырылмайды. Егер де изолоннан жасасаңыз, онда изолонның беті сырылып қалуы мүмкін. Негізі фоамиранды 2 миллиметрліктен жасасаңыз жақсы болады. Менде мысалы бұл қазір 1 миллиметрлік. Негізі 2 миллиметрлікпен жасаған дұрыс. Сосын осы жіпті аласыздар. Шетінен барлығын осылай жабыстырып шығасыз. Осылай істеп шығасыз. Кішкене ғана клей жасаңыз болады. Не осылай қапталды. Сосын қара фоамиранды аламыз да осы жеріне әкеліп, дәлдестіріп, осылай жабыстырамыз. Сосын аламыз да бұның да сыртын осылай қаптап шығамыз. Сосын осы жерге келгеннен кейін қиып тастаймыз. Осындай шықтым. Енді мына жеріне осылай істеп шығамыз. Енді мыналардың сыртын және де жіппен қаптап шығамыз.
Егер де осылай келмей қалса, мысалы мына жерлері, артығын қиып тастаңыз. Енді ақты жабыстырамыз. Осылай мына жермен келмей тұрса, ақырында кесіп тастауыңызға да болады. Осылай жабыстырғаннан кейін мына жерге екі осындай ақты жабыстырамыз. Алты бұрыштысын. Қараның мына жеріне екеу. Осылай. Мынандай секундный клейді пайдалансаңыз да болады. Егер де сізге осындаймен пайдалану ыңғайлы болса. Зато бұл фоамираннан қатты көрініп тұрмайтын болады. Клейдің ізі қалмайды. Мына артық тұрғанын сосын кішкентай қайшымен қиып тастайсыз. Осындай кішкентай қайшыны аласыз да шеткі жағынан шеткі жағынан мына жерлеріне барлығы бір-біріне келу керек. Мен мысалы мына жерде жәнегі жіпті істеген жоқпын, потому что мына жерде қара болып тұрғаннан кейін қатты білінбейді. Енді тек қана шетіне ғана клейді жағып жабыстырып жатырмын. Сол кезде клей қатты білінбеу үшін, ізі көрінбеу үшін. Енді мына жерге екі ақ, қараға екі ақты жабыстырамын. Енді мына жерге қарасын жабыстырамыз. Сосын артығын кесіп тастаймыз. Мына жеріне енді екі ақ жабыстырамыз. Уже почти аяқ жағына келдік. Осылай екі ақ.
алты бұрышты жабыстырамыз. Міне почти болды. Енді астыңғы жақтарына бұл жерлерге осылай жабыстырып, артықтарын осылай қиып тастайсыз. Негізі осындай болып шығады. Енді астыңғы жақтарында тоже шеткі жақтарына қараны істеп, және де астыңғы жақтарын, мысалы, мына жерге қара келеді. Мына жерге ақ, мына жерге де қара, ақ деп осылай келістіріп жабыстырасыз. Сосын астыңғы жақтарын, мына жерлерін барлығын қиып тастау керек. Осылай астыңғы жағына жабыстырамыз да, сосын артықтарын кесіп тастаймыз. Ары қарай енді электрикасын тоғын жалғап, және де сыртын изолумен қаптаймыз. Ұзындығын, то есть ені 10 сантиметр қылдым. Ұзындығын артығымен қиып аласыз. Мысалы, менікі қатты артық болып кетті. Осылай сыртын қаптаймыз. Электрикасын мен осындай дайын шнур с переключателем аламын. Бас жағын, мына екі тоғын басын тазалайтын болам қазір. Сосын астындағы екі болтын осылай ашамыз. Менде уже біреуі ашық тұр екен. Сосын артқы жағына мына жерден тесеміз. Оны мына клеевый пистолетпен де тессеңіз болады. То есть пистолеттің басын қыздырып алып, сосын барып осылай тессеңіз болады. Одан кейін жәнегі тескен тесіктен осылай тоғынды өткіземіз. Сосын бекітеміз. Және де екінші жағына да бекітілді. Мысалы, мына жерін изолентамен орап істеп қойыңызға болады, чтобы мына жағынан қатты тартылмайтындай қылып. Енді сыртын қаптаймыз. Сыртын қаптайтын кезде камерамен немесе осындай изолумен де қаптасаңыз болады. Өлшеп аласыз, былай сыртымен, мысалы, мынаның сырты 4,5 сантиметр, және де мына жерден 4,5 сантиметрді белгілеп алсаңыз болады. 4,5 сантиметр. Осылай белгілеп алғаннан кейін енді осындай бөліп қиямыз. Яғни бұл біздің шөп дейді ғой, жасыл шөп болады. Трава. Осындай бөлшектері бөлесіз. Өлшеп аламыз. Әлі де кесу керек екен. 31-32 сантиметр қылып кессеңіз болады. Енді бас жағын үшкірлеп форма келтіреміз.
Енді жабыстырамыз. Термоклеймен жабыстырамын. Артық жерлерін барлығын қиып тастайсыз, керек емес жерлерін. Біздің светильнигіміз дайын болды. Енді лампочкасын салып көреміз. Тексеріп алайық. Істеп тұр. Мынаның шет жақтарын барлығымен және қайырып қойдым. Қайырмасаңыз да болады, немесе қайырсаңыз да болады. Осындай болып шықты. Фоамиран деген материалдан істелінді, және де астыңғы жағы изолон. Астыңғы жағында фоамиранмен істесеңіз болады. Тоже әдемі болып тұрады. Мастер-класс ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз.